Үйге келдік, жұмыстан кейін үйге келіп, қарындасым көруге асық келдім. Жаның үшін отырсыңдаршы. Опа! Естіп отырсың? Бүгін негізі қолдаушылар беріп жүрген мына жерде тәттілер. Назым екеуміз, Назым айтты, негізі қарындасың апарып берген дұрыс болар деді да. Кішкентай балапан ғой өзі, иә? Осы тәттілер жеп жүре берсін. Өзі сладкоежка негізі. Осы сладкоежка осында жеп, осында қарап отырады. Мамасын көрсейші. Привет всем, десейші. Ал. Английский айтып берсейші, английский сөйлесейші. Күшті ме екен? С Новым годом деп. Бір мороженое сияқты өзгердік. Бұл жерде Джонни Бауыр. Ассалаумалейкум. Әкең келіп қалыпты. Халықтың ханзадасымен бір шүйіркелес болма. Ассалаумалейкум, достар. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Аман жүр ғой. Ассалаумалейкум. Осындай отыр көрші. Кетез үрке. Жаным бауырым, жолың болсын өмірде менің бауырым, ей жаным бауырым, жаным бауырым. Мені шығарып салып жатыр. Құдай қалса қайда барады екем. Алда уақытта көресіздер. Джонни бауырымыз үшеуі алды да. Алло. Тамақ ішеміз. Алло. О, Гала. Бай. Бірақ бағанан бәрін бұрын түсірмеп. Қазір тамақ ішіп аламыз. Одан кейін мен жолға шығамын, Құдай қаласа. Ал қайырлы, ассалаумалейкум, қалайсыздар? Таңғы 5:30 болды. Мына кісінің туған күні деп келгенбіз. Мынау жігіт бар, туған күнімен балаларым. Енді аэропортта балалармен жүрміз екен. Гала бар, Гала қарашы, кім? Халықтың ханзадасы бар. Қойнып жүр, ұйықтамаған ба? Нұржан құстап туған күні әлі жүр. Жүр, молодец. Сонда да ше, полетін ауыстырып, рейсін ауыстырып, Нұржан туған күніне қалып, енді құттықтап, бұл жігітті шығарып салайын деп жатырмыз, е? Қайда барады? Галаны өзің айтайын. Мынау бар, кәне қажыш, ол тикток түсіріп өліп жатыр. Бекер жүрмейді да, бұл бекер жүрмейді бұл жігіт ше. Сәнсіз бір жерде. Кәне, мына жігіт жүр. Беттің өтесің саған қарай? Қойш. Өтіп кеткенен бар. Сәтті жоқ дейді. Достар, қайырлы түн. Әдем ұйықтап отырсыздар ма десек. Таң болып қалды өзі, таңғы примерно бір 6. Сен яқта, бәрі өз жерде. Ассалаумалейкум, қалай. Яқта. Ей, кім? Гала нет? Кішен қаласыңдаршы яқта. Қайттыр, болмайды. Галалын. Тәқыл дейді. Нұржан яқта. Аэропорттамыз. Андай жерге келдік, международный ұшатын жерлерге қазір үндістердің арасына кіріп баратыр. Құдай сабыр берсін. Дәнер келген үндісті күтіп ала келді десе. Галаны шығарып салайын деп отыр. Мынау Шораев бар, Шораев. Гала жол болсын ал болған. Амин, рахмет. Галаны шығарып салуға келді. Біз тамақтанып жатыр. Нұржан своем репертуаре стримна отырады постоянно. Тима өзінің опытымен бөлісіп жатыр. Мен UFC-ға емес, рух поединкке шықсам ба деп. Біріншіше. Рухқа шығам дейді. Кіммен деп сұрамайсыңдар ма? Кіммен деп? Бұжаймен. Бұжай деп атқан. Ішінен? Кешір, братан. Ішінен? Бұжаймен шығармыз. Джонни таңғы 6-да білмеймін әйтеуір. Аэропорттың бұрышына отырып алғанбыз. Бір танысын көріп қалады ғой. Ол сонда любой жерде танысып қалады адам. Түсінбейсің. Типсиде таныстар көп оны. Жігіттер, ас болсын. Настроение күшті. Эфир барысында қолдаушылардан тәттілер келді. Ерекше арулардан сіздерге үлкен рахмет. Шын көрсетіп көрейін. Мінекей. Новогодный настроение беріп тұр. Сіздерге үлкен рахмет. Всегда болса қолдап жүресіздер. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Барша жүректен барша қолдаушыларға үлкен рахмет айтамын. Үлкен рахмет. Киім ауыстырып,
біз көп керек. Қандай плюсы? Үлкен плюсы ол саған келген адамды халық болып, ел болып, ол жерде оның қандай адам екенін айтып береді, біліп аласыз. Болды. Мен шынымен де адал адамға өз болашақ өмірімді арнасам ба деп жатырмын да, сол үшін солай болып жатыр енді. Бір кейде шындығымды айтып қалсам, оны бір мақтанышқа көріп қалады, бір сондай бір арзан адамдарды сол жерде бір отырған бір өзіме жақпайтын, өтірік көп сөйлейтін сондай бір санаулы адамдар бар. Сол үшін шыны керек желкеніп бір сол жерде кейде отырғым да келмей қалады ше. Сол үшін жынданып жаны шығып кеттім. Сөз өтпейді да ол адамға. Абай атамыз айтқан ғой, қандай адамға түсіндіре алмадым деген бір не бар еді ғой. Сөз ұқпайтын адамға түсіндіре алмадым деген. Қандай адамнан жеңілесің деген ғой. Сол кезде мына жақта да көмек сөз түсінбейтін адамнан шаршадым деген ғой, Сөз түсінбейтін санасыз адамдардан күнде жеңілем. Сөз түсінбейтін санасыз адамдардан күнде жеңілем деген. Сол, рахмет. Неғып сен тығылып отырсың ба? Сол, бүгін бізге жаңа қатысушы келді. Ол кісі Ақмарал деген кісі. Танысып қойыңыздар. Үміткер болып келем десеңіздер, бойы 1.80 ойланып келіңіздерші, пожалуйста. Бойы 1.80, нағыз бір үйдің шырқын ашатын сондай қыз екен. Сол, давайте. Настроением жоқ мен бүгін. Өзі звондады ғой дер, өзі звондап, қанша рет звондадым, көтермеді. Кереметтей шайхана, Нават шайханасы. Қажымұхана 49-ға келесіздер ғой. Кереметші, қараңызшы қандай. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қараңызшы қандай кереметші. Жаңа жыл болып жатыр ғой. Бізде 2 адам. Мен сөйлесіп жатыр неяқта. Қайсы деп қойсын. Кек балық. Машина әрең қойдық, орын әрең таптық. Тамақ заказ беріп қойып, тамақты мені күтпей жеп қойыпты. Күшті жер, е? Керемет, Наваттына ризам же, дизайнына жалпы. Кафе болмайсыздар. Чайхана емес. Күшті жер ғой. Мына жерлер вообще. Ойланып қалды. Айтқысы келмей қалды. Дастархан керемет, тамақ ішіп алдық, түсіріп үлгермей қалды, тата ойында. Басқа әңгімелерді айтып сөйтіп. Негізі эфирден көңіл күйім түсіп бөген етін жаз. Эфирдің соңында көңіл күйім қатты түсіп қалған етін. Бір адамдар бір болмаған нәрсені болды деп лишний сондай адамдар түсінбеймін ше. Лишний сөйлейтін. Сол? Көңіл күй жоқ өші. Дальше жоқ қой көңіл күй. Мен Жасминге келгенім бір көңіл күйім көтеріліп қала ма деп едім. Бұл жерге кеп едім, бұл жақта да кішкене басқаша әңгімелер болғаннан кейін